Құрандағы бір сүре пайғамбардың емес, жай адамның атымен аталғанын білесіз бе? Видеоның соңына дейін көрсеңіз, оның кім екенін және не үшін Құранда аталғанын түсінетін боласыз. Сатып пайда тап, сата алмасаң ақшаңды қайтарамыз. В общем, никак минусқа кетпейтін вариант болып тұр ғой. Билав Қазақстандағы жалғыз ХМДБ халал сертификаты бар тіс пастасы. Бізден бір қорап тіс пастасын аласың, сатқан пайдаң өзіңдікі, саталмаған тауарларының ақшасын төлеп, өзімізге қайтарып аламыз. Артықшылықтары 100% халал, зиянды қоспасыз, өте тиімді баға. Заводтан тікелей келген бағамен аласыз. Қысқасы, бұл нұсқаға ешқандай отмазка айта алмайын деп тұрсың ғой. Сондықтан төмендегі нөмірге хабарласып, толық ақпарат алып, бізбен серіктес бол. Ол кісінің аты Лұқман. Құранда Лұқман деген бір сүре бар. Ол кісі кезінде өмір сүріп, баласына керемет тәрбие берген екен. Ол тәрбиенің кереметтілігі соншалық, Алла тағала қияметке дейін адамдарға үлгі болсын деп, Құрандағы бір сүреге атын беріпті. Ол пайғамбар емес, жай ғана адам. Лұқман хәкім баласына 10 өсиет қалдырған. Алла тағала Құранға 10-ын да жазып қойыпты. Біріншісі, балам, Аллаға серік қоспа. Әлемдегі ең үлкен зұлымдық Аллаға серік қосу дейді. Аллаға серік қосу деген Аллаға ғана арналу керек болған құлшылықты басқа біреуге арнау. Енді құлшылық емес, кейбір сезімдерді Аллаға емес адамға арнап қойсаң, арты проблема болып жатады. Аллаға емес адамға арқа сүйеп қойсаң, сен ойлағандай болмай шығады. Аллаға емес адамға үміт артсаң, үмітің ақталмай жатады. Сұрасаң, Алладан ғана сұра. Сәжде қылсаң, Аллаға ғана сәжде қыл. Береке тілесең, Алладан ғана тіле деп тұр Лұқман хәкім. Екінші, балам, әкеңмен, анаңмен жақсы мәміледе бол. Анаң сені дүниеге әкелерде әлсіздіктен әлсіздікке ұрынды дейді. Ол нені білдіреді? Жалпы әйел адам екі қабат болғанда иммунитет әлсірейді. Тәбеті қашып, токсикоз болады. Витаминдері түсіп кетеді. Аяғы ауырлап, жүруі қиындайды. Түнде дұрыс ұйықтай алмайды. Одан кейін баланы дүниеге әкелген соң, түнде оянып, мұздай бесік таянып, 2 жыл бойы емізіп, тамақ шайнап, жегізіп дегендей баланы өсіреді. Әкең ше? Әкең өзі жемей балам жесін, өзі кимей балам кисін, күні түні жер-жерді кезіп жұмыс жасайды. Сондықтан олармен жақсы мәміледе бол дейді. Ал енді кейбір адам маған әкем немесе анам ондай жақсылық жасаған жоқ деп айту мүмкін. Сөйтіп ойлайтын адамдарға келесі аят жауап береді. Сені ата-анаң не то что жаңағы ұрады, боқтайды, ашуланады, қолдамайды, тіпті әлемдегі ең үлкен күнә серік қосуды жаса деп қинайтын болса, ол нәрседе бағынба, бірақ өте жақсы мәміледе бол дейді. Ол нәрседе бағынба дегені ата-анамен ұрысып, қырылысып, конфликтқа бар деп тұрған жоқ. Ол нәрсені істеме, бірақ өте жақсы мәміледе бол. Иіліп жастық бол, төселіп көрпе бол дейді. Ойлаңызшы, әлемдегі ең үлкен күнәні жаса десе де, осындай мәміледе бол десе, арасында ашуланып қалса, қолдамай қалса, ата-анамызбен қандай мәміледе болуымыз керек? Және осы аяттың жалғасында Алла маған берілген бойсұнған құлдардың қатарында бол. Себебі қайтар жағың мен жақ. Сол кезде жасаған әрбір ісіңді өзіңе айтып беремін дейді. Қараңызшы, Құдай сақтасын, ата-анаңмен не то қарым-қатынаста болып қалсаң, маған келесің ғой дейді Алла. Сол кезде жасаған нәрселеріңді саған айтып беріп, жазаңды да сол жерде берем деп тұр ғой. Үшінші, балам, тары сияқты кішкентай болып кетсең де, тастардың арасында болып қалсаң да, аспан, жер қайда болсаң да, Алла сені қиямет күні алдына алып келеді. Сол кезде жасаған әрбір ісің үшін жауап беру керек болады. Алла бәрін көруші, білуші дейді. Енді қараңызшы, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші өсиеті бір аятта жазылыпты да. Неге десеңіз, арасында байланыс бар екен. Балам, намазыңды толық орында. Жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтар және келетін зияндарға сабыр ет дейді. Намазың толық орында дейді. Намаз ол ең ұлы парыз ғой. Намазды біз тастамауымыз керек. Намазды толық орындауымыз керек. Келесі өсиеті жақсылыққа шақыр деп тұр. Адам жалпы жақсылыққа шақыру үшін де өзі жақсылықты жасай білу керек та. Намазыңды оқы, сонда аузың дуалы болады. Сөзің өтімді болады.
Сөйтіп білімің жеткенше, қолыңнан келгенше жақсылыққа шақыр. Одан соң жамандықтан қайтар. Осы істерді істейтін болсаң, міндетті түрде саған зиян келеді. Соған сабыр ет деп тұрды. Сен бір намаз оқып, тура жолда жүрдің, саған сынақ келмейді деп ойлап қалма дейді. Пайғамбардың хадисінде адам тура жолда жүрсе, сынақ келмейді деп ойлап қалмасын. Зиян келеді. Қай уақытта алмасақ та әрқашанда солай болған. Пайғамбарларға да қарсы шыққан адамдар болған. Пайғамбарларын өлтірген қауымы болған. Біздің де заманда бар ғой. Бір жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтарып жүрген адамдарға жалалар жабылып жатады. Оларды жамандайтын адамдар табылады. Неге? Себебі осы аятта айтылып тұр ғой. Сен намаз оқып, жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтарсаң, міндетті түрде саған зиян тигізгісі келетін адамдар болады. Олармен мен жақсылыққа шақырып жатырмын ғой, мен Құранды айтып жатырмын, ата-бабамыз ұстанған ислам дінін айтып жатырмын деп бір қырылыспа дейді. Жай ғана Алла разылығы үшін сабыр ет. 8-ші. Балам, адамдардан бетіңді бұрма. Адамның күні адаммен дейді ғой. Түрлі сұрақтармен, мұқтаждықтармен адам алдыңа келуі мүмкін. Одан бетіңді бұрма. Осылар мен проблемаға кіргенде ғана іздейді деп айтушы болма. Біреуге көмектесуге мүмкіндік берген үшін Аллаға шүкір деп айт. Оған жауап бер, қолыңнан келсе көмектес. Қолыңнан келмесе көркем түрде жасай алмайтыныңды түсіндір. 9-ші. Балам, жер бетінде кердеңдеп даңдайсып жүрме дейді. Адам қашан даңдайсып кетеді? Біреуден бір бас жоғары екен біліп қалса, артық дүние келіп қалса, қолына билік кеп қалса, менмендігі ояна бастайды. Олай жасама балам деп жатыр. Себебі Алла әрбір мақтаншақты жақсы көрмейді. Кейбір деп тұрған жоқ, әрбір деп. Кім мақтанады, Алла оны жақсы көрмейді. 10-шы. Жүрісіңде орташа бол, дауысыңды бәсеңдет. Сөз жоқ, дауыстардың ең жағымсызы есектің дауысы. Қараңшы, не деген аят? Тасып, тәкаппарланып та жүрме, мүләйімсіп, ынжық та болып жүрме. Орташа бол. Ислам деген орта дін дейді ғой. Орта дегені баланс ұстанып жүру керек деген сөзді. Дауысыңды бәсеңдет дегені жай сөйле дегені. Егер қатты дауыс адамға жақсылық, абырой әкелетін болса, ақырған дауысы есекке давно жақсылық пен абырой әкелетін еді. Енді есекті Алланың жаратылысы ғой, оны жамандамаймыз. Бірақ басқа да жануарлармен салыстыратын болсаң, табиғатынан ақырып бір қатты дауыстар шығарады да. Адам теңеген кезде де жылқы мінез дейміз, фигураң ат екен деген сияқты бір позитивті мағынадағы сөздерді қолданамыз ғой. Ал есекке қалай теңейміз? Бір ишак екенсің деген сияқтыларда ғана теңейсің да. Сондықтан өсиетінде қатты емес, жай сөйлеуге шақырған. Алла тағала Лұқман Хәкімнің өсиеттерін қияметке дейін адамдарға үлгі болсын деп Құранға жазып қою да тегін емес екенін түсіндік. Бұл қағидаларды өзіміз орындап, балаларымызға сіңірсек, тек бұл дүниеде ғана емес, ақыретте де үлкен сыйға бөлінеміз. Сондықтан да бұл видеоны баласы бар жақындарыңызға жіберіп қойыңыздар, немесе ата-аналар балаларыңызға репост жасап таратып қойыңыздар.